Саламатсыздар ма, құрметті білім алушы. Тарих пәнінің мұғалімі Амиркулова Болсын Ашымхановна. Ендеше жаңа сабағымыздың тақырыбымен таныстырайын. Рим империясының гүлденуі. Мақсаты: ежелгі заман тарихындағы мемлекет аралық қатынастарды түсіндіру үшін империя ұғымын білу және пайдалану. Ежелгі мемлекеттердің саяси құрылымының ерекшеліктерін анықтау. Басқыншылық соғыстар мен империялардың пайда болу мемлекеттердің шекараларын қалай өзгерткенін талдау. Зерттеу сұрағы: Рим ежелгі дүниенің ең қуатты империясына қалай айналды? Бағалау критерийін тоқталып кетейін. Империя ұғымын білу және пайдалану. Ежелгі мемлекеттердің саяси құрылымының ерекшеліктерін анықтау. Басқыншылық соғыстар мен империялардың пайда болуы мен мемлекеттердің шекараларын қалай өзгерткенін талдау. Жаңа сабақты бастамас бұрын, империя дегеніміз нені білдіреді? Империя дегеніміз латын сөзінен аударғанда империум, үстемдік, билік ету. Жер жүзінің әртүрлі бөліктерінде кең байтақ аумақтарды басып алған ірі отаршыл мемлекет. Кескін картада көріп тұрғандарыңыздай, ежелгі Рим жерорта теңізінің солтүстік бөлігінде орналасқан. Картада әйел адамның бүйгөкшелі етігіне ұқсайды. Италия мемлекеті ежелгі заманда Рим деп аталған болатын. Сонымен қатар мәңгілік қала деген атаумен де аталған. Енді осы Рим мемлекетінің негізін қалаған Ромул патша. Мен сіздерге Ромул патшаның аңызы туралы айтқым келіп отыр. Өздеріңіз көріп отырғандай, Нумитор патша мұрагері болмағандықтан, оның анасы Рея Сильвия егіз ұлды өмірге әкеледі. Егіз ұлды өмірге әкелген Рея Сильвияны зұлым Амулия биліктен айырылғысы келмей, егіз ұлды өлтіріп, суға лақтыруын бұйырады. Алайда жендеттері жаңа туған сәбиді өлтіруге қимай, себетке салып суға ағызып жібереді. Өздеріңіз көріп отырғандай, ана қасқыр өсіріп жетілдіреді. Алайда бақташы егіз ұлды ержеткізеді. Ромул мен Рем ержеткеннен соң өздерінің ата-тегін біліп, Тибр өзенінің жағалауымен Палатин жотасында сол жерде Рим мемлекетінің негізін қалаған болатын. Рим өмірден өтіп қайтыс болады, бірақ Римнің негізін қалаған патша Ромул патша туралы осындай аңыз бар екен, оқушылар. Енді экранға қарап тұрсаңыздар, ежелгі Римдегі билік Римнің басқару жүйесі негізі 3 кезеңден бөлінеді: патшалық кезең, республикалық кезең және империялық кезең. Патшалық кезең біздің заманымыздан бұрын 753-509 жылдар аралығын қамтиды. Тұңғыш патша Ромул болатын. Патрицилерден ақсақалдар кеңесі сенат құрылды. Сонымен қатар сенатты патша басқарған болатын, және ол заң шығарды. Соңғы патша Тарквини. Республикалық кезең біздің заманымыздан бұрын 509 жылы, біздің заманымыздан бұрын 27 жыл аралығын қамтыды. Римді 1 жылға сайланған 2 консул басқарды, заң, соғыс және тағы басқа мәселелерді халық жиналысында қаралған болатын. Сенат заңды бекітті, және республика дегеніміз ол мемлекетті ойлау арқылы тағайындалған адамдардың басқару жүйесі екен. Үшінші кезең империялық кезең. Біздің заманымыздан 27 жылдан 476 жылға дейін аралықты қамтыды. Гай Юлий Цезарь соғыстар арқылы Римнің жерін ұлғайтты. Империялық кезең Октавиан Август кезінен басталды. Ежелгі Римдегі және саяси жүйелерге тоқталып кетейік. Біз жаңа сабақты басталғанда демократия дегенімізне, республика туралы ойлар қозғалған болатын. Енді бұл сөздердің мағынасын ашып көрейік. Демократия грек тілінен аударғанда демос халық және кратос билік деген сөздерден шыққан, яғни халық билігі деген мағынаны білдіреді. Республика азаматтар сайлауда таңдаған тұлға немесе бірнеше адамдар басқаратын саяси жүйе. Сенат латын сөзінен аударғанда қария деген сөзді мағынаны білдіреді екен. Ежелгі Римде құл иеленушілер республикасында ақсүйектер кеңесі жоғарғы мемлекеттік орган болып саналады. Сенаттың билігі өте үлкен болды. Мемлекеттік қаражат, соғыс пен бітім, ішкі қауіпсіздік мәселелерді шешіп отырды. Магистраттар атқарушы өкімет билігін жүргізушілерді атаймыз.
олар халық жиналысына 1 жылға сайланып, атқарған міндеттер үшін жалақы алмайды. Алайда, бірақ азаматтар арасында үлкен құрметке ие болған екен. Енді оқушылар бүгінгі өткен жаңа тақырыбымызға байланысты сіздерге тапсырма берейік, бірге орындап көрелік. Тапсырма. Бірінші тапсырмада мына берілген 3 кезеңде осы тұрған мәтінде тән белгілерді сәйкестендіреміз. Ал уақыт кетті. Тапсырмамыздың дұрыс жауабын сәйкестендіріп көрейік. Өздеріңіз көріп тұрғандай патшалық басқару кезеңі, республикалық кезең және империялық кезеңнің жауаптарын дұрыс таптық па? Салыстырып көрейік. Енді балалар екінші тапсырманы ұсынамын. Анықтамалардың ішінен дұрыс немесе бұрысын айқындаймыз. Ендеше сіздерге уақыт берілді. Тапсырманы біз дұрыс жауабымен толықтырып көрейік. Біріншінде, магистраттар халық жиналысына жылына 2 рет сайланып, атқарған міндеттер үшін жалақы алатын болған. Бұрыс, өте дұрыс, жауабын дұрыс тапқансыздар. Жер жүзінің әртүрлі бөліктерінде кең байтақ аумақтарды басып алған ірі отаршыл мемлекеттік құрылым империя деп аталды. Дұрыс. Азаматтар сайлауда таңдаған тұлға немесе бірнеше адам басқаратын саяси жүйе республика деп атады. Дұрыс. Демократия дегеніміз монархияның бір түрі. Бұл әрине бұрыс. Өз қызметін өмір бойы атқаруға тиісті және ауқатты адамдарын шыққандар сенаторлар деп атайды. Дұрыс. Жарайсыздар оқушылар. Бүгінгі жаңа тақырыппен біз таныстық. Енді қорытындылай келе сіздерге аяқталмаған сөйлемдерді арқылы бүгін сабақтан не білдік, ой түйінімізді толықтырамыз. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.